Алдарыңызда Оғыздардың астанасы болған Жанкент қалашығынан табылған ойыншық ат. Ойыншық аты ертелген, ері бар. Бұл дүние туралы үш жорамал болған ғылыми қызметкерлерінің арасында. Біріншісі, бұл дүние бір культтық бұйым деп ойлады. Яғни бір атқа табынушылық, шамандық дінде бір зороастризмде осы атқа табынған болу керек деген бір жорамал болды. Екінші бір нұсқамыз, бұл керамикалық қыш ыдыстың қақпағының тұтқасы, зооморфты бейнеде бейнеленген тұтқа болуы мүмкін дегенде екінші жорамал болды. Сосын үшінші жорамал бұл ат ойыншық, яғни ойыншық ат баланың ойнайтын, ой өрісін дамытатын бұйым деген үш нұсқаның ішінен біз ойыншық ат дегенге тоқталдық, ғылыми қызметкерлер. Өйткені сол уақыттағы әлеуметтік жағдай бай, орта және төмен әлеуметтік жағдайы бар отбасынан шыққан балалардың ішінде өте төмен отбасынан шыққан баланың ойнаған ойыншығы, баланың өз қолынан жасаған ойыншық деген тұжырымға келдік. Оның үстіне бұл жай ғана атты ғана бейнелемеген, оның үстінде ері бар. Яғни сол уақытта атқа міну мәдениетінің дамығандығы, жылқы шаруашылығының алға басқан уақыт екендігі, яғни атты сол кезде ерттегендігі, оның биенің сүтін пайдаланғандығы, үзеңгінің сол уақытта шыққандығы, мынау әскери эволюцияның алға қойылған уақыт екенін анықтайтын ердің өзі үлкен жаңағы дерек көзі болып табылып отыр. Сырт көзге былай оғаштау көрінгенмен, бұл археологтар үшін жалпы археология ғылымына қызығушылық танытып отырған қауым үшін бұл үлкен артефакт.